Сәлем балақай, сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыз заттар тобын салыстыру. Алдыңғы сабақта біздер заттарды санауды үйрендік. Әр қарай сабақты жалғастыру үшін каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпа. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Математика оқулығын ашамыз. Оқулықты ашқан кезде біздер бірінші мына суретті көреміз. Бұл суреттегі заттардың қайсысы артық, қайсысы кем және қайсысы тең екендігін анықтауымыз қажет. Алдымен үстел үстіндегі алма санын анықтайық. Бірінші тәрелкедегі алма саны нешеу? 4-еу. Екінші тәрелкедегі алма саны 3-еу. Енді осылардың артық не кем екендігін ажыратайық. 4 алма. Бұл 3 алмаға қарағанда артық. Бірінші тәрелкедегі алма саны артық. Екінші тәрелкедегі алма саны кем. Бірінші тәрелкеге қарағанда екінші тәрелкедегі алма саны кем. Келесі. Кәне балақай, енді печене санын анықтап көрейік. Бірінші тәрелкеде тұрған печене саны нешеу? 5-еу. Екінші тәрелкедегі печене саны ол да 5-еу. Екі тәрелкеде де 5-5 печенеден бар. Онда бұл тең деген сөз. Екі жақты да бірдей сан, ол тең дегенді білдіреді. Балақай, саған түсінікті болып жатыр ма? Олай болса келесі кесе санын салыстырайық. Қане қарай қойшы. Бірінші қатарда тұрған кесе саны нешеу? 3-еу. Екінші қатарда тұрған кесе саны бұл 2-еу. 3, 2. 3 саны артық, солай ма? Сонда бірінші қатардағы кесе саны екінші қатардағы кесе санынан артық. Екінші кесе саны бірінші қатардағы кесе санынан кем. Қай заттың саны көп болса, ол артық болады. Ал қай заттың саны аз болса, ол кем болады. Екі заттың саны бірдей болатын болса, ол тең болады. Балақай, енді мына нәрсені жақсылап есіңде сақтауың қажет. Артық, кем, тең деген сөздердің математика тілінде өз таңбалануы бар. Бұл артық дегенді білдіретін таңба. Бұл кем дегенді білдіретін таңба. Келесі таңба теңдікті білдіреді, яғни тең деген сөз. Ал балақай, артық немесе кем деген таңбаны бір-бірінен қалай ажыратамыз? Олай болатын болса, мына бір ертегіні жақсылап есіңде сақта. Құстың кішкентай ғана балапаны қай жақтағы сан, яғни азық саны көп болатын болса, сол жаққа қарап аузын ашып тұрады екен. Мысалға, суреттегі шиелерді қарайық. Сол жақтағы шиенің саны 2-еу, оң жақтағы шиенің саны 3-еу. Балапан қай жаққа қарап аузын ашып тұр? Әрине, балапан көп шие жағына қарап аузын ашып тұр. Келесі балақай, мына суретке назар аударайық қой. Бұл жерден біздер нені көріп тұрмыз? Алхорыны көріп тұрмыз. Алхоры бұл сливаның қазақша аудармасы. Сол жақта 2 алхоры, оң жақта 1 алхоры. Кәне қарашы, құс қай жаққа қарап аузын ашып тұр? Әрине, алхоры саны көп жағына қарап аузын ашып тұр. Түсінікті болды деген ойдамын. Әр қарай тапсырманы жалғастырамыз. Бұл тапсырмада бізге стакан саны менен тәрелке санын анықтау қажет. Бірінші қатарда неше стакан? 4 стакан. Астында неше тәрелке тұр? 4 тәрелке. Екеуі де 4-4-тен болып тұр. Саны бірдей болатын болса, біздер ол нәрсені тең деп айтамыз. 4 тең 4-ке. Келесі, екінші қатарда 4 стакан, 5 тәрелке. Бұл жердегі стакан саны тәрелкеден кем. Біздер оны қалай оқимыз? 4 кем 5-тен. Келесі, үшінші қатарда стакан саны 5-еу, тәрелке саны 4-еу. Келесі, бұны оқу үшін 5
артық 4-тен. Өйткені балалар, стакан саны тәрелке санынан артық, яғни көп болып тұр. Келесі 4-ші қатарда 1 стакан 2 тәрелке берілген. Бұл жердегі стакан саны мен тәрелке саны тең емес. Өйткені стакан саны 1, тәрелке саны 2. Балақай, бұл таңбаларды жақсылап есіңде сақта. Өйткені қашанда бұл саған қажет болады. Балақай, сен үшін барлығы түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Келесі мынадай қызықты тапсырма орындайық. 1-ші қатардағы лимон санын анықтайық. Кәне, қайсы лимон артық, қайсы лимон кем? Қай жаққа қарап аузын ашады? Әрине, сол жақтағы 4 лимон артық. Балақай, келесі тапсырмаларды өзің орында. Мен саған дұрыстығын ғана тексеріп беретін болам. Жарайсың балақай, тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтың деген үміттемін. Келесі мына тапсырмамыз орындайық. Оқулықта сурет берілген. Отбасы мүшелерінің ата. Әрбір отбасының мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста. Суретте әже нешінші отыр? Суреттегі әже 4-ші отыр. Суреттегі қыз бала нешінші отыр? Суреттегі қыз бала 3-ші отыр. Балақай, осы сияқты қалған сұрақтарды өзің құрастыр. Қане балақай, енді мынадай қызықты тапсырманы орындап көрейік. Бұл жерде бізге салыстыруға тапсырма берген. 1-ші сол жақта алма тұр, 2-ші жақта алмұрт тұр. Екеуінің санын салыстыруымыз қажет. Алдымен біздерге заттарды санап алу қажет болады. Сол жақтағы алманың саны 7, оң жақтағы алмұрттың саны 4. Әрине, бұл жерде алма саны артық. Келесі тапсырманы өзің орында. Және дұрыстығын тексер. Әрине, бұл жердегі шие саны артық. Балақай, сен үшін бүгінгі тақырып түсінікті болды деген сенімдемін. Олай болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.